Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін хит болған түрік, Израиль елдерінің тағамы маклюбе дайындауды жөн көрдім. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерді әрдайым қызықты рецепттермен қуантып отырамын. Маклюбе тағамы үшін алдымен барлық құрамды кесіп дайындап аламыз. Бірінші етімізді үлкен бөліктерге бөліп кесіп, дайындап қоямыз турап. Содан соң қызып тұрған майға етімізді салып, қызартып, қуырып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, оттың төменгі жылдамдығына қойып, етіміз дайын болғанша бұқтырамыз. Маклюбе тағамына талғамыңызға қарай кез келген көкөністі қосуыңызға болады. Менде пияз, картоп, сәбіз көкөністері. Жаз айларында баялды, цукуни асқабақтарын қоссаңыз, дәмі тіпті керемет болып шығады. Барлық көкөністерімізді қалыңдығы 1 см болатындай дөңгелек етіп турап аламыз. Енді қазан немесе табаға сұйық майымызды қыздырып, содан соң барлық көкөністерімізді қызартып қуырамыз. Егерде тағамның майлы болғанын қаламасаңыз, артық майынан арылу үшін салфеткамен барлық көкөністеріңізді сүртіп алыңыз. Барлық көкөніс пен етіміз дайын болған соң, биік болатын ыдысты алып, менде жаңа көкөніс пісірілген қазан. Қазан негізі өте ыңғайлы болады. Рет-ретімен бірінші ет, содан соң пияз, картоп және де өзіңіз қосымша қосқан көкөністеріңізді салып, ең соңында күрішімізді салып, күріш дайын болғанша тағамымызды дайындаймыз. Алдын ала күрішті жуып, ыстық суға бұқтыруды ұмытпаңыздар. Көкөністерді салып болған соң, тағамның үстінен басуды ұмытпаңыздар. Себебі күрішіміз қайнаған кезде барлық көкөністеріңіз сыртқа шығып кетуі мүмкін. Және де тағамның тұз бұрышын әр көкөністің ортасына салсаңыз, дәмдірек болады. Тағамға құйылған су күріштің бетін 1-2 см жабуы тиіс.
Енді қызанақ пен қиярды төрт бұрышты етіп ұсақтап турап, дәміне қарай тұз және де 2 ас қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. Маклюбе тағамының фишкасы ол тағамның жоғарыдан төмен қарай салынып, жанына айран мен көкөніс салатының қосылып берілуі. Мінекей осымен маклюбе тағамымыз дайын. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Қызықты рецепттерден құр қалмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау саламатта болайық.